Білім ордасынан тыныштық кеткен. Қалаға танымал Өзбекәлі Жәнібеков атына көпсалалы мектеп гимназиясының бастауыш сыныптарына сабақ беретін мұғалімдерінің басына қара күн туды. Кеше ғана бастауыш сыныпқа жас маман ретінде мұғалімдік қызметке ауысқан Дадаханова Гүлназа қызметкерлердің жүйкесін жұқартуда. Бұдан әбден шаршаған қызметкерлер біздің арнаға шағымданды. Мән-жайды анықтау үшін арнайы мектепке келдік. Сіздің Гүлназ жайлы ойыңыз қалай? Дадаханова Гүлназаның мен тікелей басшысымын десем де болады. Бастауыш сыныптар бойынша басшы орынбасарымын. Дадаханова Гүлназа жас маман біздің мектепте. Бірақ Гүлназа сияқты мен де өзім бастауышта қазір жас маман сияқты үйренерім көп болып жүрмін. Гүлназа апай күнде менің мазамды көп ала береді. Сабағыма еніңіз, күшті, жақсы нәрселер дайындап келдім. Сабағыма еніп, талдап беріңіз деп жүреді, бірақ мен еш түсінбеймін сол қызды. Менің басқа жұмысым жоқ па, қазір аттестация кезінде, есеп-қисап кезінде мазалай береді мені. Осы мектепте істеп жатқаныма біраз жыл болды. Бірақ Гүлназа секілді мұғалімді, апырақтап жүрген мұғалімді кездестірген емеспін. Қашан көрсеңде жүгіріп апарақтап жүреді. Анда-санда уайымдаймын, лестницадан құлап кете ма деп. Әбден жүйкемді жұқартты. Мен осы мектепте іс жүргізуші қызметін атқарып келемін. Менен біраз жылдар бұрын Дадаханова Гүлназа жұмыс атқарған. Шынымды айтсам, сол қызды көрсем ашуым келеді. Не себептен екенін айтып өтейін. Директорда, мұғалімдерде, басқа қызметкерлерде кірсе, Гүлназа былай жасап беретін еді, Гүлназа былай істеп беретін еді деп, сол қызбен мені салыстыра береді. Бірақ мен де сол Дадаханова Гүлназа сияқты жұмысымды тиянақты атқарып келемін. Мені неге Гүлназамен салыстыра береді? Соған ашуым келеді. Адима ханым, Гүлназаға байланысты айтар шағымыңыз бар ма? Гүлназамен бірге бір параллельде істегеніме кейде өкініп кетемін. Себебі екеуміздікі де 2-ші сынып деп күнде сабағыма кіреді. Әр күні бос уақытым менің сыныбымды өткізеді. Жалығып кетемін ол кіргеннен кейін. Күнде көрнекілік жасау керек, күнде сабаққа дайындалып келу керек. Осы жап-жас болып алып, менен кейде кемшілік таппаса екен деп отырамын. Үлкен рахмет. Мен 5-ші сынып оқушысымын. Гүлназа апайдың қызы Шахризоданың жақын досымын. Шахризоданың анасы бір іс-шара өтсе, бізді шақырып ала береді. Ана рөлді сомдап беріңдерші. Мынаны қырқып жіберіңдерші. Неге менің сабақтарым бар емес пе? Осы Гүлназ келгенге өзім единственный Гүлназ едім 3-ші мектепте. Келді дағы енді Гүлназ, ар жаққа барсаң да Гүлназ, бер жаққа келсең де Гүлназ. Мен екен деп қорқып кетем. Хотя мен ешқандай нарушение қылмаймын. Гүлназ десе әйтеуір, Құдайға шүкір, только жақсы жерден естейік. Әйтеуір сары Гүлназ, ол да сары, разницам жоқ. Машинасы бар, менің де машинам бар. Ешқандай екеуміз разницамыз қалмады. Енді мендей ұстаз болса болды. Репортаж бізден, ал түйін сізден болсын.